Ғылым, өнер және спорт. Бүгін дәл осындай атаумен 31-ші мектепте апталық басталды. Апталықтың басты мақсаты оқушылардың пәндерге деген қызығушылығын ояту. Бүгін біздің мектебімізде ғылым, өнер және спорт апталығына байланысты қазақ тілі мұғалімдері оқушылармен бірге жұмыстар арқылы көрме ұйымдастырдық. Сол көрме бойынша біз әрбір оқушының қандай жұмысқа ыңғайлы екендігін, қандай салада өздерін көрсете алатындығы туралы көрме ұйымдастырдық. Шығармашылық көрме. Бір апта ішінде оқушылар мектепке ашылған көрмелерді тамашалап, пәндерге қатысты қызықты ақпараттарға қанық алады. Сондай-ақ олар өздерінің қолынан шыққан шығармашылық жұмыстарын таныстыру мүмкіндігіне ие. Бұл жерде біздің оқушыларымыз осы апталыққа өте жақсы қатысты десек болады. Әр оқушы өзі атсалысып, мысалға ала кететін болсақ, осы Ұлы Жібек жолы біздің мектеп бағдарламамызда бар. Осы мектеп бағдарламасына сай, олар бұрыннан бұл Ұлы Жібек жолы туралы біледі. Тарихтан да, қазақ әдебиетінен де, қазақ тілінен де осы Ұлы Жібек жолын толыққанды біледі. Сондықтан осы көрмені ұйымдастыру барысында өздері бүкіл ақпаратты, керек материалдарды өздері жинап, өздері ұйымдастырылып, осындай дәрежеге жетіп отыр. Бұл іс-шараға бізде 1-ші сыныптан бастап, мектебіміздің 11-ші сыныбына дейін барлық оқушыларымыз атсалысып қатысып жатыр. Ағымдағы жылдың тамыз айында Теміртаудағы мектептерде ел тарихына арналған зерттеу жобасы іске қосылды. 20 желтоқсанда студенттердің үздік жұмыстары жергілікті тарихи өлкетану мұражайының және қаланың ішкі саясат бөлімінің грамоталарымен марапатталды. За успешное выступление и высокое качество представленной работы, за раскрытие темы «История моей семьи», «История моей страны», Темиртауский историко-краеведческий музей и отдел внутренней политики награждает Касимову Камилу и Башир Николь. Бүгін ашылуы өткен апталыққа оқушылар белсене қатысуда. Шараның басты мақсаты оқушылардың пәндерге деген қызығушылығын ояту.